берген сабаққа сәттілік. Отыра тұрыңыз. Жағалай ары қарай кеттік. Енді әр топтың өткен сабақтарымыз бойынша, пысықтауы бойынша бастайық. Дайындалып кеттік пе? Сатылмайтын ресурстар бойынша қазір бізге жауап берсін. Сатылмайтын ресурстар дегеніміз не? Атаңдар шыққан. Кім атап береді? Сатылмайтын ресурстар. Кімдер олар? Сатылмайтын ресурстарға күн көзінің энергиясы, жер, ауа, су, өсімдіктер жатады. Қазіргі таңда сатылатын ресурстарды біз үнемдеу үшін сатылмайтын ресурстармен алмастырамыз. Ал біздің өмірде қалай пайдаланамыз? Білеміз ба? Үйде бар ма? Қолданамыз ба? Мысалы, мұнай мен көмірден алынатын энергияны күн көзінен, жерден, ауадан, судан алсақ болады. Өте жақсы. Ал пайдалы қазба қоры дегеніміз не екен? Оған бізде? Пайдалы қазба қоры дегеніміз жер қыртысындағы кеннің жалпы мөлшері. Жер қыртысындағы кеннің мөлшері олардың түзілу мерзіміне, құрамына байланысты әртүрлі болады. Пайдалы қазбалардың барлығын бірдей өндіру мүмкін емес. Кей кен орындары адам қолы жете алмайтын жерлерде де орналасады. Міне, осы пайдалы қазбалардың барлығы сатылатын ресурстарға жатады. Мысалы, көмірдің қоры 33.600 миллиард тонна. Ол бір жылда 118 миллион тонна өндіреді. Ал темірдің қоры 16 миллиард тоннадан астам. Ол бір жылда 42 миллион тонна өндіреді. Жақсы. Сатылмайтын ресурстарға не жатады? Сатылатын, сатылмайтын. Жаңа сатылмайтын ресурстарды атап кеттік, дұрыс па? Ал енді сатылмайтын ресурстарға не жатады дейді? Сатылатын ресурстарға көмір, темір, мұнай, алтын және күміс жатады. Мысалы, көмір мен мұнайдың өндірілуіне 350 миллион теңге. Тағы айтарыңыз бар ма? Жақсы балалар. Бұлардың бәрін қайда визатта немесе жасадыңыз, затты соны анықтайтын боламыз. Кәне кім келе алады? Келе ойындар, жүгіре ойындар. Келе ойындар. Микробтар алған табиғат заттары ағаш, әйнек, кірпіш, металл, оның ішінде темір де бар. Темір пайдалы қазбалардың бірі. Оны біз не қойнауынан алып заводқа береміз. Завод оны өңдейді. Қазіргі кезде құрылыс жағдайында пайдаланылады. Сен сол себептен темірді қайда болдыңыз, не? Рахмет, жақсы. Ал қызым? Мен бұл пластиктерді бөлек жинаған себебім қазіргі таңда оңай жолын қарастыра отырып, темір заттардың орнына жасанды пластик заттарды көбірек қолдануда. Сондықтан мен пластик заттарды бөлек ыдысқа жинадым. Табиғаттағы пайдалы қазбаларды қолданамыз. Мектептің құрылысына бізге тас, құм, тағы басқа заттар қолданылады. Бұрынғы заманда иттерді ағаштан жасайтын болған, ал қазіргі уақытта жасанды пластик заттарды қолданылады. Дайын болды ма сонымен? Мектептің жобасы, мектептің құрылысы, негізгі құрылысы аяқталды, иә? Ал кейінгі топта макеті дайын. Енді не қажет? Ойларын жүргізуіміз қажет. Қалай жүргізеді екенбіз?
Yani öyle kitap koyalım. Sağ klasın resurslar topluna ki qanday baho berasiz? Hech qanday qiyinchiligi yo'qmi?